Құрметті достар, эфир астындағы пікірлерде менің биографиямды, яғни қайда дүниеге келгенімді, ұлтымды, отбасымды және басқа да мәліметтерді сұрап жатады. Бүгін арнайы қысқа да нұсқа эфир жазып, сол сұрақтарға жауап беруді жөн көрдім. Жасыратын еш нәрсе жоқ, бәрін ашық айта аламын. Мен Иманбаева Инга, Алматы облысы Кеген ауылында 1989 жылы дүниеге келдім. Қарапайым отбасынан шықтым. Қазақтың қызымын. Кейінгі жылдары Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Бәйтерек ауылында тұрып, сол жерде өстім, мектеп бітірдім. Әрине, қазақ мектебінде, қазақ сыныбында оқып, білім алдым. 2006 жылы Алматыдағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіне, журналистика факультетіне оқуға түстім. Ақылы бөлімде емес, грант негізінде білім алдым. Студент бола тұрып, республикалық Жас Алаш газетіне жұмысқа тұрдым. Тілші болдым. Ол кезде газеттің бас редакторы, ақиқатшыл журналист Ырысбек аға Сәрсенбай еді. Журналистикада сол кісінің өзімнің алғашқы ұстазым деп санаймын. Сол кездерден бастап, яғни 2010 жылдардан бері белсенді түрде наразылық акцияларына, митингтерге қатыстым. Ең есте қаларлығы 2011 жылы 11 қаңтар күні Назарбаевтың президенттігін референдум арқылы 10 жылға созу туралы бастамаға қарсы болдым. Оның қалай өткенін бізде сақталған мына видеодан көре аласыз. Өткен жылдың желтоқсан айында республиканың түкпір-түкпірінен Шығыс Қазақстан облысына жиналған бастамашы топ президент Назарбаевтың өкілеттілігін 2020 жылға дейін ұзарту туралы референдум өткізу бастамасын көтерді. Бұл соңғы жылдары орын алған түрлі жантық әрі жағымпаз ойлардың ішіндегі ең масқара, ең сорақы идея екенін мойындау қажет. Ал Қазақстан Республикасының Конституциясына сүйенетін болсақ, әрбір Қазақстан азаматы кәмелеттік жасқа толғаннан кейін оған мүмкіндіктері толық болатын болса, ашық әрі әділ сайлау арқылы 5 жылға президенттік мерзімге сайлану керек екенін білесіздер. Ол кезде қазір өзін демократ санайтын көптеген адам үнсіз қалды. Не болмаса, осы бастаманы қолдады. Атап айтсақ, қазіргі билікке де жақын болып алған Олжас Сүлейменов Назарбаевты 10 жылға сайлаусыз президент ету бастамасын қос қолдап қолдаған еді. Сол сияқты жантықтар қазір де елімізде толып жүр. Ең қызығы, олар әлі сол билік басында, ешқайда кеткен жоқ. Ал енді отбасыма келер болсақ, менің жарым белгілі саясаткер, демократиялық партия бастамашыл тобының жетекшісі Жанболат Мамай. Саясатқа сәл де болса қызығушылық танытатын адам оны білмеуі мүмкін емес. Кейбір адамдар білместікпен менен неге сайлауға Жанболат түспеді деп сұрап жатады. Оның себебі мәлім. Ол міне 1 жыл болып қалды, қамауда отыр. Алдымен 8 айдан астам түрмеде отырды, қазір 4 айға жуықтады, үй қамақта отыр. Ешқайда шыға алмайды, интернетте сөйлеуіне болмайды, сыртқы әлеммен байланысы жоқ. Ондай жағдайда Жанболат қайдан сайлауға түссін? Ақылдаса келе, бұл сайлауға демократия бастамашыл тобының идеясын, Жанболаттың ойын жеткізу үшін мен түсемін деп шешім қабылдадық. Өздеріңізге мәлім, демократиялық партия бастамашыл тобының атынан тек мен ғана емес, Алматыдан Абзал Достияров пен Есенғазы Қуандық, өңірлерден бірнеше адам қатысуда. Жанболаттың өзі сайлауға қатыспай отырғаны сондықтан. Жанболат екеуміздің ортақ 3 баламыз бар. Алматыда Жанболаттың ата-анасы мен барлығымыз бірге өмір сүреміз. Қысқаша айтқанда міне осылай. Қашанда халықтың сөзін сөйлеп, шындықты айтып та, жазып та жүрміз. Сол жолдан еш уақытта таймаймыз. Сіздерден сұрайтыным, қарапайым халықтың арасынан шыққан, ешқашан билікте болмаған, жемқорлыққа былғанбаған маған дауыс беріңіз. Бағдарламам сіздерге белгілі. Оны жан-жақты жеткізіп жүрміз. Алматының Алатау мен Әуезов ауданының халқы қолдау көрсетіп, сіздердің парламенттегі өкіліңіз ретінде мені таңдайсыздар деп сенемін. Біз өзгертеміз, бірге өзгертеміз.